Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте қатпарлы тестадан жасалынатын куриный самсалардың рецептісін ұсынамын және де лайфхактармен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 200 мл салқын суымызға жарты ас қасық тұз қосып, кішкене араластырып, оның үстінен 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. грамм ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Оның үстіне суды құйып, жақсылап араластырып, жұмсақтау етіп қамыр илеп шығарамыз. Дайын қамырымызды салафанға салып, 10 минутқа тындырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды осылай 2 зуалаға бөліп аламыз. Енді қамырымызды жайып бастаймыз. Осылайша қолдың көмегімен бірінші кішкене ұн сеуіп жіберіп, кейін оқтаудың көмегімен 4 шетінен басып шығамыз. Сонда қамырларыңыз дөңгелек болып, әдемі болып шығады. Кейіннен кәдімгідей қамырды жайып шығамыз. Арасына жағуға мен қолдың сары майын пайдаландым. Сіздерге міндетті түрде 82%-дан жоғары сары майды пайдалануға кеңес беремін, себебі одан төмен сары майлардың ішінде суы көп болады. Осылайша немесе қолдың сары майын пайдалансаңыздар да дәмі өте әдемі болады. Мен бірінші тестаны осылайша орап дайындап қойғанмын, және де оны осы видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасына салып, енді екінші тестаны да орап шығамыз. Қамырымыздың қатпарлы болып шығуы ішіндегі сары майының сіңгеніне байланысты, сондықтан холодильникке 1-2 күнге қойып қойсаңыздар өте қатпарлы болады. Менде жарты күн тұрды морозильникте, енді начинкасын дайындап аламыз. Мен начинкасына осындай куриный грудинканы пайдаландым. Пияз екеуін жақсылап майдалап турап, арасына салдым. Немесе сіздер кез келген фаршты, асқабақты пайдалансаңыздар да болады. Куриный грудинканы турар алдында осындай арасында сүйектері болуы мүмкін, жақсылап тазалап аламыз. Немесе бұлай турағыларыңыз келмесе, барлығын бірден блендерден өткізіп тастасаңыздар да болады. Енді оның ішіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Пісірерден алдын ала осылай жарты сағат бұрын морозильниктен шығарып қойғандарыңыз дұрыс болады. Осылайша бөліктерге бөліп, қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, орташа бөліктерге бөліп қойып қойдым. Жарты сағат тұрды, сол кезде барып еріп әдемі болды. Енді самсамызды түйіп бастаймыз. Кәдімгідей дөңгелек етіп жайып аламыз алдымен. Енді пышақтың көмегімен дәл ортасынан осылайша кесеміз. Салмасын осы бір шетіне салып, видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығамыз. Жақсылап жабыстырыңыздар. Және де пирамида сияқты самса болады. Бұл күнделікті өрілген және үшбұрышты самсалардан шаршаған болсаңыз, осы самсаны ерекше етіп отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Асты жағын бірінші осылай кішкене начинкасын итеріп, осылай жабыстырып, кейіннен видеода көрсетілгендей астын жақсылап жабыстырып аламыз. Енді кезекте самсаларымыздың үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз барлығына.
үстіне кунжут және мак сеуіп шықтым. Менде қара кунжут болмағандықтан макты сеуіп жібердім, әдемі көрінсін деп. Сіздер сеппесеңіздер де болады. Қызып тұрған пеште 220 градуста 40-45 минут шамасында пісіріп аламыз. Осындай өте әдемі болып шығады, түрі де ерекше болып шығады. Дәмі өте керемет, өте қатпарлы болып шығады. Міндетті түрде сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Арайлым.